Армысыздар, құрметті көрермен. Спорт плюс телеарнасының түсірілім тобы Түркістан облысы Төле би ауданы Ақбастау ауылына келді. Ондағы себеп дәл осындағы Алматау спорт кешенінде бокстан Қазақстан ерлер құрамасы өзінің оқу жаттығу жиынын өткізуде. Ендеше дәл осы дайындық қалай жүріп жатқанын бірге тамашалайық. Жаттығу залына келдік. Дәл қазір Қазақстанның 3-ші және 4-ші нөмірлі боксшылар дайындықтарын пысықтап жатыр екен. Бапкер оларға көлеңкемен төбелес тәсілінде бірнеше тактиканы тапсырды. Ендеше ары қарай не болады екен? Бірге көрейік. Все время соңғы керек. Сіздер асырасыңдар, күдек балалар асырыңдар. Встречный, сразу с развитием атаки дальнейшее. Раз, два, три. Повторная атака. Субтроя. И обязательно работа по этажам. Дайындықты пысықтап жатқанын көріп отырмыз. Ендеше өзінен бүгінгі жаттығу барысы қалай өтеді сұрақ көрейікші. Ал Нұреке, бүгінгі дайындық жоспарыңыз қандай? Жоспарымыз енді ол жаттығу общий объем ғой, общий объем. Біз объем жинауымыз керек, күш жинауымыз керек. Сол үшін жұмыс сондай. Акцентирование, жестко акцентированный ударлар. Основной жұмыс сол. Тамаша, қалай екен жігіттердің дайындығы қалай отыр? Ойдан шығып жатыр ма? Өте тамаша. Настроение, настрой да жақсы. Енді жылдың басында қалай айтамыз? Ответственный жыл, соответственно, подход тоже ответственный. Тамаша. Сіз қазір неше секундтан сықырып жатсыз? 15 секунд жұмыс, 15 секунд демалыс. 6 минут. 6 минут. Міне, ендеше біз қазір бапкерге жаттығуға кедергі келтірмейік. Тағы не болады екен? Бірге тамашалайық. Боксшылар қазір осы қапшық тұрып әбден дайындықтарын пысықтауда, яғни соққыны жақсылап шығарып жатыр. Мен дәл осы жерден Мырзағали Айтжанов ағамызды көріп қалдым. Ендеше дайындық жайлы, шәкірттерінің дайындық жайлы сұрақ көрейікші. Мырзағали аға, қалай өтіп жатыр оқу жаттығу жиында? Ұлттық құраманың барлық мүшелері және мынау әр облыстан келген боксшылар енді жылдың басы ғой. Жалпы дене дайындығына
көңіл бөліп жатыр ұлттық құрама. Көптеген ірі халықаралық жарыстар бар. Соған дайындалу мақсатында тер төгіп жатыр. Енді мынау қапшық тұрып жатыр ғой Мырзағали аға, біз бокстың жаттығуын көрсек үнемі қапшық тұрып жатады. Былайынша маған қызықты, бұл тұста қандай дағдылары пысықталады боксшының? Енді қапшық мынау қарсыласпен парда тұрып істелінген нәрседен бөлек, сол қарсыласқа арнайы дайындықты қалай ұру керек, қандай айла тәсіл қолдану керек, соны осы жерде жұмыс атқарып жатыр. Бұл жерде енді көптеген енді кейбір терминдер қосылып кетеді орысша. Комбинация дейді, айла тәсіл, соның бәрін осы қапшыққа ұру арқылы істелінеді. Және қапшықты аямай бар күшпен ұралады. Бар күшпен ұралады. Тамаша. Рахмет Мырзағали аға. Уақыт бөлгеніңізге. Біз енді осылай бүгінгі жаттығу барысында бапкерлерді, боксшыларды әңгімеге тартып тұрамыз. Бәрінің пікірі маңызды біз үшін. Міне қазір ғана бапкердің ысқырығы естілді. Демек боксшылар аздап бір тынығып алуға мүмкіндік алып отыр. Бектастың өзінің әсерін білейікші. Бектас дайындық қалай өтіп жатыр? Енді уақыттың тығыз екен білем, айтшы. Жақсы өтуде, күшті. Қайта саған қазір бапкерлер келіп, демі тынысыңды тексеріп жүр. Не деп жатыр өзіңе? Курс тексеріп жатыр, восстановление. Тренировканың арасында, раундтың арасында восстановление тексеріп жатыр. Міне, құрметті көрермен, біз қазір бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының функционалдық диагностика дәрігері Ерсұлтан Юлдашевтың әрбір боксшыға бір құрылғыны тағып жатқанын көріп отырмыз. Бұл құрылғылардың қандай қызметі бар? Бұл құрылғылар біз алдыңғы саптағы боксшыларымызға кеудесіне пульсометр қою арқылы жүректің жұмысына қарап отырамыз. Міне қарап отырсаңыздар, міне мына жерде жаңа таққан пульсометрлердің көрсеткіштері көрініп жатыр. Бұл жүрек жұмысының қалыпты жұмыстан процентін анықтаймыз, және бұл жаттығу біткеннен кейін мышцалардың қайта қалпына келу уақытын және раундтар арасында жүрек жұмысының қайта қалпына келу уақытын анықтау арқылы біз спортшыларды бақылап отырамыз. Если тренировка кезінде шаршауды байқайтын болсақ, соған қарай бізді тренерлермен соған қарай жұмыс жасайтын боламыз. Және бұл спортшылардың денсаулығын бақылауда, олардың өмірінің қауіпсіздігіне де аса маңызды. Бұл да бұл үшін өте маңызды болады. Если бұл жерде біз ауытқулар көретін болсақ, қосымша диагностикалық ЭКГ немесе басқа да диагностикалық аппараттармен дәш тексеретін боламыз. Қалпына келгенше. Және осы аппаратқа орай бапкерлер ауыртпашылық жұмыстарын арттырады немесе азайтады. Дұрыс айтасыз. Рахмет, міне құрметті көрермен, қазір өздеріңіз қарасаңыздар болады. Міне бізде Нұрбек Оралбаев, Бекзат Нұрдәулетов, Абылайхан Жүсіпов, міне әрқайсысы, Талғат Сырымбетов, міне Махмұт Сабырхан әрқайсысының аппараттағы жүрек қағысы, оның барлық функциялары көрсетіліп тұр. Біз қазір Қайрат ағаның барлық боксшылар ортаға жинап жатқанын көріп отырмыз. Қайрат аға, бүгінгі жаттығу барысында қандай тапсырмалар жүктеледі боксшыларға? Бұл енді бүгінгі жаттығуымыз орысша айтайын, совершенствование скоростно-силовой выносливости, скорость, жылдамдықты, сила, күштілікті және төзімділікті арттыратын жаттығу болады бүгінгі жаттығуда. Осы бокс мешоктарында қапшықтар дұрастырып. Және біз жаңа байқадық, осында сіздер диагностикалық бақылау дәрігерлерімен бір арнайы құрылғы тағып жатсыздар. Бұл арқылы нені байқап жатсыздар боксшылардан? Бұнымен каждый раундтан кейін балалардың демалады ғой, восстановлениесі. Және ең бірінші пульстарын 180 кейін барады, содан кейін оларды где-то 140-150-ге түсіреміз де, содан кейін қайтадан келесі раунд одан ауысып кетуге болмайды. Бүгінгі тапсырмасы ол пульсовой режим 170-180 соғу керек. Ол қаншалықты тез түседі, соған орай сіздер дайындықты өзгертіп отырасыздар ғой? 1-1,5 минутта түседі, содан кейін ешқайда асығыс жоқ бізге. Сондықтан балалар полностью неткенде, восстановиться еткен кезде, соны келесі раундты бастаймыз. Барлығы жігіттер бабында ғой? Барлығы жігіттер жақсы, бабында.
Қайрат аға, енді біз бүгін осы дайындыққа арнайы Спорт Плюс арнасы келіп отырмыз. Сізге арагідегі осындай жаттығу барысында келіп пікіріңізді сұрап тұрсақ, қарсы болмайтын Жақсы, шығарсыз. қазір бізде енді построение ең бірінші, екінші нөмірлі боксшылар келді. 5:30-да жаттығуымыз басталады. Тамаша. Біз қазір Талғаттың бір 30 секундтық үзілісін пайдаланып әсерін сұрап көрейікші, қалай өтіп жатыр жаттығу? Да, жақсы. Еңбек етуге дайынбыз және желаниемен пока жетіп жатырмық. Бәрібірдағыдай. Бірте-бірте жиілеңді шешіп тастағаныңды көрдік. Бұл денеңді көрсету үшін ба, әлде қатты кедергі келтіріп отыр ма? Жоқ, просто футболкам жабысып қалып жатыр үстіме. Кейбір кезде ұратын кезде бүйтіп жиіліп қалып жатыр, сол үшін шешіп тастағаным ғой. Мына жерде бәрі ер адамдар, ол мақтанатын еш нәрсесі жоқ. Күніне қанша уақыт жаттығасың? Сол сборный, национальный сборныймен бірге 2 жаттығу күніне. Және одан да бөлек кішкене өзіміз қалып, өз нәрселеріміз істеп, өз качкамызды, техникалық жағынан бәрі өзіміз істейміз ғой. Жаттығулардан бөлек. Сен өткенде Қарағандыдағы Қазақстан чемпионатында физика дайындығыңа тәнті болдық. Бұл өзіңнің стилің бе, біреулерге еліктейсің бе, әлде бұл шаршамайтын белгісі ме, қалай? Жоқ, ол енді мен әкем спортшы болғаннан кейін өзім ойлаймын, генетикалық жағынан бір данныйлар беріледі, тума осы выносливость, тума осы физикалық жағынан кішкене бітім бар, сондықтан соны кішкене тума беріп тұрған нәрсені ары қарай арттырып жатырмық. Бұлай енді Қазақстан чемпион ретінде алғаш рет ұлттық құрамада бірінші нөмір болып келіп жатсың, бір әсер бөлек шығар, е? Жоқ, әсер жоқ. Пока жетуге дайынбыз. Қалай болып жатыр дайындық? Жақсы ба? Жақсы. Жеңіл жұмыс жасатырмыз. Енді қазір оқу жаттығу жиыны біраз мәресіне жақындап қалды. Өзің бірінші нөмірдесің, ұлттық құрамаға оралдың. Қалай? Бір отаның оралғандай бір күшті, қуанышты көңіл бар ша? Ел намысын қорғап, еліміздің көк байрағын көтеруге әрқашан қуаныштымыз ғой. Өте қуаныштымын. Осылай аға бапкерлеріміз көңіл бөліп, федерация тарап көңіл бөліп шақырып, ұлттық құрамаға бірінші нөмір қылып алып жатқандарына көптен көп рахмет. Бұйырса үміт тақтап отырсамыз. Өткен жолы өзбек боксшымен болған финалда сенің тістеп алды, құлағынан. Сол сәтте сен өзің ет қызуымен байқамай қалдың ба, әлде үндемедің ба, бұлай білсең де? Иықтан тістеген болатын. Білінді, бірақ енді
ондай рингте бірінші рет болғаннан кейін оны айтатын уақытта болған жоқ, жалпы басқа интервьюларда айтқан болатын, мүмкіндік болған жоқ, онда айтатын жалпы настрой жаңағындай шығып жеңу керек болғандықтан басқа нәрселерді ойламадым. Қазір міне біз Санат Әлі мен Бекзат Нұрдәулетовтың бұрышан ұрып бола салып, қайтадан бірін-бірі қызарып жатқанын көріп отырмыз. Бір керемет әсер, қарасаңыздар, міне. Қараш, 1 минутты боксшылар жаттығу барысында босқа өткізіп жатқан жоқ. Екеуі де бір-біріне көмектесіп, екеуі де маңғыстаулық боксшылар. Міне. Жаттығу барысында да бір-бірінің жанынан табылып көмекке келуде. Бірақ екеуі мүлдем екі бөлек салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Міне қазір жаттығу барысындағы аздаған үзілісті пайдаланып біз Нұрбектің жанына жақындап жатырмыз. Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері. Қалай оқу жаттығу жиыны өтіп жатыр? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Ойда өтіп жатыр. Өздеріңіз білесіздер, 1-4 ай үзіліс болды. Олимпиада алдында бара жатқан кезде Алла қаласа чемпион болып демаламын деп ойлап едім. Өкінішке орай енді сәл жетпей қалды. Бірақ сонымен сынбаймыз. Алла қаласа алдымызда жарыстар. Осы жылы енді майда Алла қаласа әлем чемпионаты, соған дайындық жалғасуда. Қазір Нұрбек барлығы бұрынғыдай Нұрбек Оралбай ғана емес, Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері деп, біздің қазақ боксындағы бірден-бір жұлдыз деп қарайды. Бір қандай әсерде боласың? Бір көк ішіңді бір мақтаныш керней ме, әлде бір қарапайым болуға тырысасың ба? Жоқ, ондай емес. Енді біз кезінде, кішкентай кезімде өзімді олимпиада чемпионы боламын деп армандайтынмын. Енді білесіздер, оның алдында 2023-те әлем чемпионы болдық. Қазір Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері болып жатырмыз, бірақ онымен тоқтамаймыз. Енді мен үшін Олимпиаданың күміс жүлдегері ол енді нәтиже, бірақ алтын емес болғаннан кейін тек қана дайындалу керек, еңбек ету керек. Алдымызда әлі үлкен белестері бар. 2028 Лос-Анджелес Олимпиадасы бар. Одан кейін Алла қаласа профи, енді елімізді әлемге таныту. Сол. Ал, рахмет, іске сәт. Міне қазір осы жаттығу барысында біз Айбек Оралбайды көріп тұрмыз, ұлттық құраманың капитаны және оның жеке бапкері ұлттық құраманың аға жаттықтырушысы Асқар Еркебаев мырза тұр. Ендеше бірінші бапкердің пікірін білейікші, қалай өтіп жатыр оқу жаттығу жиыны? Асеке, жаттығу қалай өтіп жатыр? Қызып атқанын көріп отырмыз. Қош келдіңіздер, өте қуаныштымыз сіздерді көруіңізге. Жаттығу өзіңіз көргендей қызып жатыр. Бұл жалпы дене дайындық. Бұл жерде тоқтамай бар күшпен соққы болған соң, ұзақ соққы 3 минут тоқтамай жігіттер ұрды қазірше. Бұл жерде, то есть, как бы соққы алмасу кезеңі болады да, сол соққы алмасу кезеңінде соғып жатып, біз қорғанысты ұмытпау керекпіз. Бір қол соққыда болған кезде, бір қол қорғаныста болу керек. Екінші қол соққыға шыққан кезде, екінші қол қайтып қорғаныс істеу керек. Және де шынтақтарымыз жинаулы. То есть ашық-шашық ұрысқа кірмеу керекпіз. Вот сол үшін біз балалардың қасында әр жеке бапкер тұрамыз да, олар хоть 15 жыл еңбек сіңірген спорт шебері болса да, біз ойына салып тұру керекпіз да. Айбектің жанында тек қана қапшықты ұстап тұрған жоқсыз. Ақыл кеңесіңізді аямай үлгеріп тұрсыз қайтып, Әрине, көмектесіп жатырмыз ғой біз. Енді Айбек қазір ұлттық құраманың капитаны деп жатырмыз, аса ауыр салмаққа ауысты. Соққысында бір қандай айырмашылықтар бар? Ауырлай түскен шығар күші де? Әрине, қараңыздар, бұрында әр жарысқа Айбек құрған кезде бір 7-8 килограмм салмақ қуатын. Салмақ қуған соң, ол сәл кішкене күш-жігерін жоғалтатын. Жылдамдық пайда болады, бірақ мощь дейді ғой, күш-жігер жоғалады. Ал қазір енді салмақ қумаймыз, наоборот бабындамыз. И примерно бұрынғы соққыдан тағы да бір 10 килограммдай сол соққыға қосылып жатыр. Лап ұстаған кезде қатты сезіп жатырмыз соны. Қолдан қол қалмайды.
Ал міне қазір кезекті жаттығу тәмамдалды. Ендеше бас бапкер Қайрат ағаның пікірін білейік. Бүгінгі жаттығу ойдағыдай өтті ме? Біздің көрерменге айтып жүрсеңіз қалай болды? Бүгінгі жаттығуымыз өте жақсы өтті. Балалардың өздерінде көңілінен шықты. Беріліп жақсы, бәрі жақсы еңбек етті. Қойған тапсырма бәрі орындалды. Мынау соңғы жаттығу жайлы, бұның маңызы жайлы бір айтып кетсеңіз. Бұл жәнегі енді бүгін таңертең бізде кросс жүгірдік, баллон соқтық. Және мойын мышцаларына жәнегі упражнение жасалады. Және ертең рингте жүрген кезде жай соққылар тиген кезде бастар ұшып кетпейтіндей, сондықтан жәнегі мойның мышцаларына қатайтуға сол упражнение жасалды. Содан кейін және қолдары мықты болу үшін, саусақтары, қолдары, білектері мықты болу үшін жәнегі упражнение, сол упражнение жасатамыз балаларға. Қолғаптың ішінде де саусақ маңызды ғой, сонда? Ол міндетті, обязательно, қол мықты болу керек. Енді ертең қандай тапсырма бересіз жігіттерге? Ертең таңертең бокс мектебі, школа бокса дейміз, жәнегі нелер, гантельдермен, отягощениямен бокс мектебі, жәнегі алыс ара қашықтықта бокстасу, орта ара қашықтықта бокстасу, ближний бой дейміз, жақын ара қашықтықтарда бокстасу, сол кезде қолданылатын тәсілдер, айлаты тәсілдер, соларды жасаймыз ертең. Төрехан Сабырхан менің жанымда. Бүгінгі қазақ боксының бүгіні мен болашағы десек болады. Ал қалай өтіп жатыр оқу жаттығу жиыны? Ассалаумағалейкум баршаңызға. Оқу жаттығу өте керемет өтіп жүр. Өздеріңіз де байқадыңыздар. Бар ағаларымыз бар күшін салып жатыр алдағы белестерге. Алла қаласа қазақ халқынан үлкен үміт болса, алдағы белестерді жарамыз деген үміттемін. Мынау сіздің жаттығуда да байқадық. Мынау кәдімгі шынымен бәсеке барысында ғана емес, кәдімгі грушамен оңаша қалғанның өзінде де кәдімгі қасыңызда біреулер жүргендей, көлеңкемен төбелесіп жүргендей тәсілдер қолданады екенсіз. Не елестетесіз жалпы осындай сәтте? Енді бұл груша, енді бұл сопернигіміз, жай ғана жаңағыдай қол жоқ. Енді бұл грушамен қалай істеймін, жаңағыдай өткіземін, жаңағыдай. Көбісі айтып жатыр, енді сәл шаумен дейді. Енді ол жердің бәрі осы грушадан шығады. Грушаға қалай істеймін, жаңағыдай сопернигімді елестетемін. Және осы грушада қандай өнер көрсеттім, дәл соны алып, жаңағыдай қарсыласымнан жасаймын. Кәдімгідей сезіне білесіз? Сезіне білем, сезіне білем әрине. Енді ағайларым да айтып отырады, жаңағыдай удар көп өткіземін, көп майсам, Аллаға шүкір. Енді оның бәрі осы груша, жаңағыдай соперниктеріме қойып, мақсатыма байланысты. Енді мынау өзің бар, Махмұт бар, осы қазір ұлттық құрамада бірінші нөмірді жүрсіңдер. Ағайынды екеудің ұлттық құрамада бірінші нөмір болып жүруі біздің бокста қазір жақсы бір дәстүр болып келе жатыр. Қандай әсерде болады өздеріңде осылай? Бұл ересектер арасында өтуімді ағай көп уақыт күтті, жаңағыдай. Өзімде қанша өттім, жастар арасында тезірек ересектер арасында барып, ағамен бірге бір жаңағыдай ересектер сапында өнер көрсетсем деген ой болды. Жаңа Сабырхан деген фамилиямызды әлемге танытсам деген мақсат болды. Аллаға шүкір, ағайда қуанып ересектер арасында кеше ел чемпионатында чемпион болдым. Және ағамда бірінші нөмір 54 келі салмақта, мен жақта 67 келі салмақ дәрежесінде бірінші нөмірмін. Аллаға шүкір. Енді дәл осыны ұздап, олимпиадаға шейін бірінші нөмір болып, Алла қаласа басу керек. Біз қазір Махмұт Сабырханның жанында тұрмыз. Біздің қазақ боксындағы өте бір талантты ерекше боксшылардың бірі. Махмұт, осыны көз алдында да айтудан ешқашан қымсырмаймыз. Жақсының жақсылығын айт, нұр тасысын дейді. Енді өзіңе осы оқу жаттығу жиыны қалай өтіп жатқанын, мынау 54 келі салмақтағы өзіңнің бабың қалай, салмақ бұл жақта керек бола ма, қосу керек бола ма, осы жайлы айтып берсең. Ассалаумағалейкум. Біріншіден оқу жаттығуымыз өте керемет өтіп жатыр. Жаңағыдай тауға шығып, тас лақтырып, жаңағыдай физикалық жағынан да мамандармен жаттығу жасап жатырмыз. Арасында ағайларымыздың айтуымен парға да тұрып, боевой пар практикалар өткізіп жатырмыз. Енді соңғы жарыс келетін болсақ, Азия чемпионатында 54-ке бокстастым. Онан да олимпиада 57 бокстасқан едім. Енді осы салмақта 54-ке қайтадан оралдым. Аллаға шүкір, сол жерде Азия чемпионатында 54 килограммда жеңімпаз атандым. Енді Алла қаласа алдымызда мықты турнирлар және әлем чемпионаттары келе жатыр. Құдай қаласа сол жарыстарға Құдай қаласа 54-те өнер көрсететін боламын. Байқағаным, Төреханды да өзіңді де Қайрат Сәтжанов мырза жаттығу барысында бір қазір қандай жаттығу өткіземіз деген сәтте
көрсетуге екеуіңді кезек-кезек шақырып тұрды. Бұл ол қалыптасқан дәстүр ме, әлде өзіне кім жақын тұр соны шақырады ма, әлде сол жаттығуды бір ерекше шебер, мінсіз орындайтын боксшыларды ортаға шақырады ма? Осы қызық болды бізге. Бұл бүгінгі тренировкада жаңа төрақымен мен шығып кішкене көрсетіп жібердік. Басқа боксшыларды шығарады, жаңағыдай чемнокта істейтін боксшылар бар, удары қатты боксшылар бар. Соларды шығарып, әр боксшының жақсы жағы болады. Соларды шақырып алып, тактикасы бөлек болады. Соның шығарып, өзінің жаңағыдай істеп жүрген әдістерін бізге көрсетеді. Біз оларға көрсетсек, олардың біз істей алмайтын әдістерін ол бізге көрсетеді деген сияқты. Кім осы жаттығуды мінсіз шебер орындайды, соны ортаға шақырады? Мысалға мен алдыға көп майысып кірем. Сол себепті жаңағыдай ағайлар көрсетіп отыр басқа боксшыларға. Осы Махмұт сияқты алдыға кіріп істеңдер деген сияқты. Ал Төрахан болса, жаңағыдай защита жағынан бар. Защитасы удар тигізбейді, сондай жағын боксшылар көрсетіп жатыр. Тағы да боксшылар көп, жаңа Абылхан Жүсіп ағамыз бар. Ол да челнокта ударларын нық ұрады. Соны Абылхан Жүсіп ағамыз да шығарып, басқа да боксшыларды шығарып көрсетеді. Бұйыртса, Сабырхан деген осы артып жүрген, арқалап жүрген осы фамилия тек елде Олимпиада чемпионы ретінде, әлем чемпионында атала берсін. Аман болыңыздар. Әлі көптеген жүлделер сыйлайтын боламыз, Құдай қаласа. Жанкүйер болыңыздар. Міне біз бүгінгі жаттығуды тәмамдадық. Қазір ағайынды Сабырхандар шаршалаңда өздерінің ойымен бөлісті. Біз әлі ертең таңғы жаттығу бар, одан кейін кешкі жаттығу бар. Біраз сіздерге қызықтарды бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, көріңіздер. Қызықтың бәрі алда. Міне біз қазір таң атпай сыртқа шықтық, түсірілімді бастадық. Себебі дәстүр бойынша әрбір оқу жаттығу жиынында таңғы сағат 8-де күнделікті боксшылар жиналып әнұран шырқайды. Міне сол әнұранды шырқайтын сәтті бізде таспаға басу үшін қазір алаңға қарай беттеп баратырмыз. Көрейік, қалай болады. 8 болды. Барлық боксшылар жиналды деген ойдамыз. Ешкім кешікпеген шығар. Ассалам, жігіттер. Қалайсыңдар? Қазақстан Республикасының әнұранын орындау құрметі Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген спорт шебері Павлодарлық Теміржанов Серікке беріледі. Алтын күн аспаны, алтындан даласы, ерліктің дастаны еліме қарашы. Ежелден ердеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, гүлін болып егілемін, жырын болып төгілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Қазір ақырындап шығамызда, солға қарай бұрыламыз. Прогулка и завтракқа барамыз. Біз қазір боксшылармен бірге асханаға келдік. Спортшылар қанша көп жаттығу жасайды, соншалықты олар тамақтанып, өздерінің күшін қалыптастыру керек. Менің жанымда Талғат Сырымбетов бокстан осы 2024 жылғы өткен Қазақстан чемпионаты жеңімпазы. Жоқ, ішпеймін. Бірінші ішпейсің ба сен? Жоқ, негізі өзім табиғатым бойынша первыйда аса қатты ұнатпаймын. Қою тамақтарды ұнатасың ғой, иә? Әне.
Жалпы енді өзіңе саған салмақ көп ондай бір қиындық тудырмайды шығар ешқандай. Жоқ, салмағым ондай қатты көп емес. Рабочий салмақ менде бәрі салмақпен реттелген, бәрі ондай қиындық туғызбайды. Енді мынау көбіне біз білеміз ya спортшылар салмақ қосып алмайын деп диеталық тамақтар, сұйық тамақ жеп өтеді. Сенде ондай не жоқ? Ондай жоқ, енді бірақ мучной жемеймін, өзім ана таттыға қатты не любитель емеспін, соны татты жемеймін, ал мынандай тамақтарды жей беремін. Таңдамайсың? Иә, таңдамаймын. Ал енді көрейік. Макарон мен ет беріңізші маған. Себебі кешке қазір осы бір-бірмен боксасамыз, күш керек болады, ет, макарон, сол кішкене. Күш сәлләндей, күш беретін тамақ жеп алу керек. Ал енді осы жерде қалай тамақтар көңілдеріңнен шығып жатыр ма? Иә, тамақ өте татты, және апайлар да егер тоймай жатсақ да басып береді. О жағынан проблем жоқ бізде, тамақ жағынан. Және күліп қарсы алады екен, е? Иә, апайларға да рахмет, осы қатты тамақ пісіріп бізде еш қарымыз аш қалдырмайды, сол үшін рахмет апайларға. Керемет. Ал енді шай ішесің ба, сен не ішесің? Иә, обедте мен, обед уақытында әрқашанда көк шай ішемін. Таңертең мысалы қара шай ішемін, кешке және обедте тек қана осы көк шай ішемін. Әдемі? Үйдегілер көк шай ішеді ғой, берем қағам ма. Әдемі. Осылай бәрін алып болғаннан кейін бос орынға барып отырып, өзің жайлап, тамағын жей бересің. Тамаша. Кейбір кездер болады, бірақ басқа спорт түрлері келген кезде бос орындар болмай қалады, сол кезде сәл шустрить етіп, сонда енді шустрить ету жағынан сені кенде емес шығарсың өзі? Жоқ, ондай жағынан проблема жоқ. Ана жаққа барып отырамыз ау. Сосын ас болсын, жігіттер дейсіңдер, тамақ жей бересің. Теміртас, мынау өзіңде естіп оқып жүрген шығарсың. Теміртас шал болды, жастарға орын беру керек. Ал ол Теміртас әлі жаттығуға сол 15 жыл бұрынғы бала Теміртас секілді бірінші болып келеді, соңғы болып кетеді. Енді сенің бұл басты бір мақсатыңа байланысты ғой, алда қойған. Иә, алдына қойған мақсаттарым көп. Әлем чемпионаты бар, Азия чемпионаты бар. Олимпиада енді бермеді, салмақ алып тастаған олимпиададан. Біз не ғой? Не унываем деген. Ары қарай. Мақсаттан жетеді. Жарыстар көп, үлкен додалар. Соған дайын боламыз. Жасымаймыз, қол түсірмейміз деп отырсың ғой. Бәлкім Лос-Анджелестен көріп қалатын шығармыз енді өзіңді. Деп, бар Алланың қолында, бір Алла ғана біледі. Біз дайын боламыз. Тамаша, сәттілік тілейміз, Теміртас. Тек қана әлі бұйырмаған олимпиаданың бір жүлдесі, алтыны бұйырсын өзіңе. Әнұранды Лос-Анджелестің төрінен шырқағаныңды естейік. Рахмет. Ал сәттілік. Ұлттық құрама боксшыларының тағы бір дайындығына келдік. Бұл таңғы жаттығу және бүгінгі жаттығуды ұлттық құраманың аға жаттықтырушысы Асқар Еркебаев мырза жүргізіп жатқанын көріп отырмыз. Қазір өзінен сұрайық, бүгінгі жаттығу барысында тағы қандай жоспарлар бар? Сбордың ерекшелігі физикалық тұрғыда даярлайтын бапкер Александр Пак. Сол қазір жүгіріп біткен соң өзінің дене қыздыру разминкасын өткізеді. Содан кейін біз бокс мектебін қолымызға отягощениемен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі жұмыстың сол жаттығуымыздың жоспары осындай. Тамаша, таңғы жаттығу. Таңғы бірінші жаттығуымыз осымен аяқталады, және кешкісін қызық жаттығу болады. Ол жұпта бокстасады. Өте қызық жаттығу болады, соны тамашалаймыз бірге. Құрметті көрермен, ендеше сол сәт бізге де қызық болып тұр, бірге көрейік.
Асеке, жігіттер не жинап жатсыздар? Қазір не болайын деп жатыр? Қазір осы жерде біз қолымызға ауыртпашылық алып, школа бокса жасаймыз. Бой істену. Қазір көресіздер, тапсырма беріледі, сол тапсырманы істеп шығады жігіттер. Көлеңкемен төбелес. Қолда гир, іске кіріседі жігіттер. Қазір жігіттер бізде 3 минут, яғни бізде раунд 3 минут қой, сол 3 минут гирмен жұмыс істейді да, қолындағы утяжелительдермен. Содан кейін тағы 1 минут мен таста деген команда берген кезде олар жерге қояды да, уже бос қолмен тағы 1 минут жұмыс жасайды. Көлеңкемен төбелесте кімді елестетеді бұлар? Қарсыласын елестетіп тұрады ма? Әлде рингте жүргенде жүре ма? Өздерінің нақты қарсыластары бар. Александр Хижняк, Арлен Лопес, Дусматов. Вот соларды елестетіп бокстасады. Әрқайсысы өзінікін. Сен кімді елестетесің осы көлеңкемен төбелесте? Ой, қазір кәсіпқой боксы көп қой. Джервонта Дэвис, Энис, Жаран, сосын Кроуфордтар бар. Соларды елестетемін, солардың істейтін техникалары бар, өздерінің финттары бар. Соларды бірге қосып, өзім реализовать етемін десе де болады. Да, Асқар мырзадан сұрадым да, Асқар Еркебаев айтады да, қазіргі боксшылардың көбі өзінің негізгі қарсыластарын елестетеді дейді да, Дусматов. Иә, бізде қарсыластар көп қой, особенно 67-де. Сол үшін одан да өзімнің техникамды арттырып, соларды рингте қолданған дұрыс та. Иә. Жаттығу өте мықты жұмыстар өтіп жатыр қазір. Бұйырса осында еңбек етсек, ертең жекпе-жекте оңай болатыны сөзсіз. Сол үшін аянбай еңбек етіп тер төгудеміз. Бапкерлеріміздің тапсырмасы сол бізге мақсат болады. Осы алдағы 2 әлем біріншілігі бар. Сол 2 әлем біріншілігінде топ жару осы жылға мақсатымыз. Рахмет. Азеке, қазір шәкіртіңізге не көрсетіп жатсыз, нені айтып жатсыз, нені дұрыс істемей жатыр? Бәрі дұрыс істеп жатыр ғой, сәл қателіктер бар. Соны кішкене өзгертіп жатырмыз. Барлығын қадағалап тұрасыздар. Иә. Қателікті жіберген сәтте айтқан маңызды ғой, иә? Бірден түзеген. Иә. Тамаша. Ал Серік енді өзіңе қалай болып жатыр оқу-жаттығу жиыны? Оқу-жаттығу жиыны өте жақсы өтіп жатыр. Қазіргі кезде физикалық жұмысқа жұмыс. Және де көп удар, көп соққылар ұрып жатыр. Жаңағы көріп жатсыздар, гантельдермен көп ударлар, жаңағы агрессивті түрде, жаңағы бір атака емес, сериялық атакалармен жасау. Соны дамытып жатырық. Өйткені кішкене біздің бокс өзі таза бокс, техникамен де әдемі. Қазіргі кезде кішкене төбелесіп те үйрену керек та бізге. Енді міне жаңағы ағайлардың тапсырмасымен орындап жатырық. Кішкене төбелесіп, жабылып, бір атакадан кейін екінші атака, үшінші атака жасап. Сондай қазір. Біздің қазақи бокс ол аяқта жұмыс, және техникада таза бокс қой, өздеріңіз көріп жүрсіздер. Бізге енді қазіргі бокс өзгеруіне байланысты кішкене жаңа төбелесуді қосу керек та. Төбелесіп, таза ойлап төбелесу керек та, әшейін ұра бермей, ойлап, жаңа ближний бойды соны қосу керек бізге. Міне ағайлардың қазір айтып жатқанымен, альхамдулилля, жақсы жұмыс жүріп жатыр. Көріп жатсыздар, барлығы уже 1-2 удар емес, 3-4 удар, уклон, қайттан удар жасап жатырық та. Жақсы жұмыс болып жатыр. Бұл демек қазіргі төрешілердің неге бағалайды, неге бал беретін кезде неге мән береді, осымен байланысты жұмыс болып жатыр ғой, иә? Иә, өз уақытымен барлығы өзгереді, өздеріңіз білесіздер. Сол бокстың да түрі уже өзгеріп жатыр да, барлығымыз. Ал Нұреке қазір Санжарға қандай ақыл кеңес айтып жатсыз? Қазір средний-ближний дистанцияда акцентированный одиночный двойка акцентированный удармен. Через защитамен жұмыс 2 этажға, ішке басқа 2 қолмен. Тамаша. Санжардың ерекшелігі неде? Өзіңіз енді бапкер ретінде айта кетіңізші. Он воин, от природы благородный воин. Все остальное мы дорабатываем, добавляем.
Дегенмен 1% талант, 99% еңбек деген Дұрыс. келісі. Ол дұрыс, келісім. Ол дұрыс. Бокс сондай спорт. Рахмет. Қазір біз Санжар жайлы бапкердің пікірін білдік. Енді Санжардың өзінен сұрап көрейік. Бүгінгі жаттығу қалай өтіп жатыр және осы көлеңкемен төбелесте қазіргі жасап жатқан жаттығуда өзіне қандай бір дүниелерді ұғып жатыр екен. Санжар, жаттығу жасап тұрып айта берсең болады. Қалай болып жатыр жаттығу? Жаттығу мощный болып отыр ғой. Біздермен Аллаға шүкір, дайындық күшті болып отыр. Қайыр дайын жүріп бастауымен. Аллаға дайынбыз жарыстарға. Мынау енді қазір айтып жатыр және орта және жақын қашықтықта жұмыс жасап жатыр деп. Бұл жаттығудың ерекшелігі, маңыздылығы неде? Бұл жаттың ерекшелігі соперниктер, төбелесетін соперниктер келген кезде қаша бермей тұрып қалып жанға шығарып жіберу керек та. Бірақ тің-тің. Жанға шығарып жіберіп тің-тің. Ұрып қашып кетіп тұру. Иә, ұрып қашып кетіп тұру керек. Бір егер дұру керек, жанға шығарып жіберіп қайтадан. Алдына тұрып қалсаң олар жақсы ит соғып өзінің дистанциясына. Соңғы жаттығуларды пысықтап жатсыңдар. Не ерекшелік бар екен биылғы оқу жаттығу жиынында? Биылғы ерекшелік сол алдыңғы жылы жасаған ошибкаларды қазір жасамауға тырысып жатыр. Күшке, физикаға жақсы жұмыс жасап жатыр қазір. Әр қолдан, тек қана бір қолдан удар құлатып емес, екі қолға да дайындап жатыр. Соған жұмыс жасадық негізі көбінесе. Бізге дұға тілеп, қолдау көрсетіңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз бізге маңызды. Алла қаласа чемпион сіздерді қуантамыз. Рахмет. Біз қазір жаттығу барысында ағайынды Егіз, Айбек және Нұрбек Оралбайды көріп тұрмыз. Олар мына бұрышта жаттығып жатыр. Өздерінің қазір жаттығуын көріп, көзбен мүмкіндік болса пікірлерін білейік. Ал Нұрбек, жаттығу олай болып жатыр? Жақсы ойдағыдай. Көлеңкемен төбелестің маңыздылығы не үшін? Бокс болғаннан кейін бой үстіне қатты мән береміз. Бірақ қасымда адам тұрмаған сияқты болады, бірақ елестетеміз адам тұрған сияқты сонымен ошибкаларымызды істеп, олар қалай соққы жасап жатқан бәрін мән беріп, сонымен ошибкаларымызды түзелейміз. Мен жаңа сіздің жеке бапкеріңіз ұлттық құраманың аға жаттықтырушысы Асқар Еркебаевтың пікірін сұрасам, бұрын бұл боксшылар жағы танымал Тайсондарды елестететін еді. Қазір өздерінің негізгі қарсыластарын елестетеді дейді да. Нұрбек Хижнякты елестетіп жатуы мүмкін дейді. Солай ма? Иә, бәрі мүмкін. Енді одан басқа да көп қос соперниктер әлемде. Білесіздер, мен салмағымда осы Олимпиада ойындары болсын, ең мықтылар жиналған болатын. Сол жақта Арлен Лопес бар, Хижняк бар, одан кейін өзіміздің қазақ бауырымыз Тоқтарбек бар. Алла қаласа енді алда олармен рингқа шықпауымыз мүмкін. Соларға дайындалып жатырмыз. Алла қаласа тағы да өзіміздің мықты екенін дәлелдеп, әлем чемпионы болып, Алла қаласа 2028 жылы осы Олимпиадаға кеткен есемді қайтарып, Олимпиада чемпион болу. Ал мына жақта Айбек жүр, менің аттасым. Ендеше Айбектің жаттығы олай болып жатыр екен, көңіл күй қалай екен, өзі айтып берсін. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, көргенімізге қуаныштымыз. Ең басты мақсатымыз осы жылы әлем чемпионаттары, бұйырса сол әлем чемпионаттарына командалық бірінші есепте өзіміздің ұлттық құрама жақсы деңгейде боксты қайтып басқаша қырынан көрінуге бар күш-жігерімізді салып еңбектеніп жатырмыз. Биылғы оқу жаттығу жиынында өзіңе не айырмашылық байқадың және өзіңнің салмағыңа ауысқаннан кейін жаттығу барысы да алмасты ма, әлде сол бұрынғы жаттығулар ма қазір? Жаңадан басқа жаттығулар жасаудамыз. Бұйырса Қайрат аға негізі физикалық тұрғыда көп мән береді. Физикалық жағынан көп жұмыс жасатады. Походтары бар, кросстар бар, круговой тренировкалар мықты ағайдың. Сондықтан сол тренировкаларды істеп, Алла қаласа жарыстарда көріп жатырсыздар, қандай деңгейде болып жатқанымызды. Былай өзгешеліктер бар. Президентіміз Шахмұрат Мұталов ағамыз Америкадан тренер алдырған. Ол кісілермен осы Азия алдында дайындалдық. Өте қызықты оқу жаттығу жиындары өтті. Күшті болып жатыр. Олардан да өзімізге керек нәрселерді алды. Біз де алдық, тренерлерімізді алды деп ойлаймын. Әрбір жаттығу бұл жаңа бір мүмкіндік болып тұр ғой сендер үшін, өздеріңе жаңа қырлармен жұмыс жасауға. Әрине, енді істеген сайын қызықты жаттығулар болып жатыр, өзгеше жаттығулар болып жатыр.
Бастысы сол қызығушылық жоғалмасын. Сәттілік, Айбек. Міне көрдіңіздер, біз қазір жаттығу барысында боксшылар ыстық суға басылмай, тиерлеп, тепшіп тұрғанда сұхбат алып жатырмыз. Өзімізге де қызық. Бір жағынан көбірек кедергі келтірмеуге тырысамыз. Бастысы сәттілік. Біздің елдегі нөмірі 1-ші спорт бокс десек, сол бокстың майталмандары осында оқу-жаттығу жиынын пысықтауда. Спорт плюс арнасы әрдайым сіздерге елдегі және әлемдегі нөмір 1-ші спортты назарларыңызға ұсынады. Бізде осы жолы нөмірі 1-ші спорт боксқа баса мән бердік. Ендеше біз жалғастырамыз. Оқу-жаттығу жиынына қазір бокс федерациясының вице-президенті, қазақ боксының аңызы, ардагері Мұхтархан ағамыз келді. Ендеше Мұхтархан ағадан осы жаттығу барысы жайлы, оқу-жаттығу жиыны жайлы айтып берсеңіз. Енді оқу-жаттығу жиыны қазір бұлайша бір неден ортасына келді. Басында бір келіп көрдік. Жаттығу программасы, жаттығу жоспарын бәрін көрдік. Бізде 13 салмақ, 12 салмақтың әр жеке бапкері болады. Солар бапкерлердің барлығын мына жеке өзінің шәкірттерімен жұмыс істеу. Соларын тапсырма бердік. Одан кейін біз мынау шет мемлекетте не дейді, күш. Бізде енді мынау тамақтану, күш беру, ондайлардың барлығы қазір мынау кәсіпқойлардың несі кіріп жатыр ғой бізге, кішкене правилалары, стильдері кіріп жатыр. Соларды енді ертең не болмасын деп балдармен, боксшылармен ақылдаса отырып, соны шеттен мамандарды алып кеп үйретіп жатыр. Өзіміздің бапкерлерде үйренсін деп. Сондықтан солардың бәрін тапсырма бердік. Сол жұмыс жүріп жатыр. Енді алдағы уақытта осы нәтижесін Олимпиадада көреміз деген үміттеміз. Бүгінгі жаттығымыз өте сапалы, жақсы өтті. Қазір міне бокс федерациясынан басшылар келіп жатқанын көріп отырмыз, не айтып жатыр, өздеріңізбен нені сұрады, немен танысты? Қазір енді жыл басталып жатыр. Қай состав қай жарысқа барады, қай состав, қай жарыс бізге маңызды. Бірінші состав қай жерге барады, екінші состав қай жерге барады. Соның бәрін қазір отырып талқылаймыз. Сол. Қазақстан ұлттық құрамасының аға жаттықтырушысы бүгінгі жаттығуды жүргізген Асқар Еркебаев мырзаның пікірін тыңдадық. Бәрі ойдағыдай өтті, бокс федерациясының мамандары келді. Біраз қызыққа куә болдық. Сіздердің де көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Енді кешкі жаттығуда жолығамыз. Бүгінгі жаттығуды бапкерлер құрамы спарринг түрінде өткізуді жөн деп тапқан екен. Ендеше біз дәл осы орайда ұлттық құраманың бас бапкері Қайрат Сәтжанов мырзадан бүгінгі дайындық жайлы сұрап білсек. Міне жұптық сайыс қып жаттығу өткізіп жатсыздар. Мұның мақсаты не, маңызын айтып берсеңіз. Ересек боксшылардан бөлек, мынарда жастар құрамасы да бар. Бұл жастар құрама командасында ересектермен тұрып, оларда жәнегі әлем чемпиондары Ташкенбай Санжар, Сабырхан Махмуд сияқты боксшылар жүр. Қазақстан жеңімпаздары жүр. Жәнегі ересектер арасында өзіңіз болған чемпионатын олармен бірге тұрып, тәжірибе алу ретінде жастарға өте жақсы жаттығу өтіп жатыр. Боксшылардың спаррингтік дайындығын бақылап тұрған бапкерлердің, мамандардың қатарынан біз екі дүркін Олимпиаданың күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетовті көріп тұрмыз. Әдеке, ассалаумағалейкум. Ал, қош көрдік. Бүгін оқу жаттығу жиынына келіп қапсыз. Не бақылап тұрсыз? Енді бұл жерде ересектер мен жастар құрама командасының боксшылары бір-бірімен тәжірибе алмасуда.
Енді балдарымызды қарап, қандай қателіктер бар, соларға ақыл кеңесін айтып қарап тұрған жайы бар. Өзіңдер бапкерлердің құрамына кірдіңіз, қалай екен? Жаттықты кезінде боксшы болып жүрдіңіз, боксшы ретінде оқу-жаттығу жиынында жүрдіңіз, енді оқу-жаттығу жиынында бапкер болып, кәдімгі шәкірттер үшін жауапкершілік алып жүрсіз. Мұның да бір жауапкершілігі бір жоғары екен білеміз. Іштей бір толқыныста бар шығар, кейде шаршалаңға шығып кеткіңіз келетін кездерде болады шығар, Осы бір бапкерлік тұрғыдағы алғашқы әсеріңізбен бөлісіп жібересіз ба? Енді әрине ол мен өз басым бокстасып жүрген жақсы деп ойлаймын. Неге десеңіз, бапкер ол өте үлкен жауапкершілік, үлкен өзің балаңды қалай тәрбиелесін, дәл солай тәрбиелеу керек. Баланың кей кезде ауырып қалатын кездер болады, жарақат алған кездер болады. Сол кезде қатты уайымдап кетесің, шыны керек, өзің балаң сияқты. Енді сөзбен жеткізу ол қиын, шынымен қиындық. Бірақ енді жайлап көреміз енді алдағы уақытта. Ал сәттілік тілейміз ендеше, әдеке, өзіңіздің бапкер ретіндегі жетістігіңіз, өзіңіздің осы боксшы кездегі жетістігіңізден асып түссін дейміз. Аман болыңыз. Бірінші номер шабуылда болады, екінші номер контратакующий движение. Жай ғана защита емес, кәдімгідей бокстасасыңдар. Біреуің атакует, біреуің защищается. Сигнал болады, ауыс дейм, сразу резко мгновенно ауысасыңдар. Бәрі түсінікті ма? Кіммен тұрады, сол до конца раунд солмен істеп шығады. Бір пар до конца істеп шығады бір раунд бойынша. Тек қана задание ауысады болды. Дайындау! Канатқа тұрып алуға болады, бұрыштарға тұрып алуға болады, жігіттер. Смена деген кезде резко позиция ауыстырамыз да, дальше жұмыс істей береміз. Бокс! Міне қазір біз Мұхаммед Сабыр Базарбайұлын тауып алдық, жаттығып жүрген көп боксшының арасынан ақтар-көктер шығып тұр. Қалай өтті спарринг? Ассалаумалейкум. Спарринг жақсы өтті, 10 раунд жұдырықтастық, жақсы жекпе-жектер болды. Жастармен бірге оқу-жаттығу жиын болды. Осы жастар өсіп келе жатыр, мықты спортшылар көп. Жақсы. Жастар бізмен бокстасып тәжірибе жинап жатыр. Бір-бірімізге обмен опыта дейді, көмектесіп. Боксер қауымға не айтасың? Сенен не күтсін? Алла қаласа бұл енді тек қана бастамасы деп ойлаймын. Алда уақыттарда міндетті түрде көресіздер деп ойлаймын. Биік шыңдарда бүкіл күш-жігерімді салып, құдай қаласа алтымен бүкіл жастарды оралымын деп ойлаймын. Сіздерден тек қана қолдау тілеймін. Средний, ближний дистанция, дальний дистанция. Қарсыластарың ұзын ба, кішкентай ма? Сон барын сами себе выбирайте, сонымен работайте. Оқу-жаттығу жиыны қалай өтіп жатыр өзің үшін? Жақсы, Аллаға шүкір әдем. Ойдағыдай. Енді өзің үнемі қасыңда інің, Даниал бірге жүреді. Өткенде Қазақстан чемпионаты финалында да бірге кездестіңдер, саған жолын берді. Осындай тұрғыда әрдайым бір-бірлеріңе жол беретін боласыңдар ма, әлде кейде бір шаршалаңда өнер көрсететін кездер бола ма? Жоқ, Қазақстан чемпионатында біз 3-ші рет финалда жолығып болдық. Бокстаспаймыз біз. Оған дейін де бір-бірімізге жол бердік, бұдан кейін де сондай болады. Бір-бірімізге бокстасу ойда жоқ ондай, Алла қаласа. Енді үйде өздеріңе көзқарас қалай? Енді екеуіңді ұлттық құраманың мүшесісіңдер, үйдегілерде бір ата-аналарыңда бір мақтаныш сезім болады ғой енді. Мен өзімізде қуанышты осы жылғы ғой енді бірден финалға шығып тұрғанымыз, Қазақстан ең ірі жарыстың финалында өзімізге де үлкен қуаныш болды. Отбасымыз да қуанды, барлығы. Қазір ұлттық құрамада екеуміз де бірге жүрміз.
барлығы қуанып отыр. Өзімізде де үлкен бір жігер ғой бұл. Қазір енді өзің Олимпиада ойындарының күміс жүлдегерімен Нұрбек Оралбаймен спаррингте жүрдің. Қалай екен енді? Жақсы. Нұрбек ағамыз өте тәжірибелі. Үш раунд ауыспай істедік. Аллаға шүкір, естіп ағаларымыз арқамызда жақсылау еңбектеніп оп жинап, біз де сол кісілер секілді чемпион боламыз. Иншалла. Жалпы осындай спаррингтерде тәжірибелі боксшылармен тұрған жастарға пайдалы дейді да, өзінің бауынымен келгенде, өзінің қарсыластарымен, өзінің жастықтағы боксшылармен шыққанда кәдімгідей қарсыласты елемей өтуі мүмкін дейді да. Осы тұрғыда біраз өзің не түйдің жаттығуынан, Нұрбектің бокс ерекшелігінен? Нұрбек ағамыздың бокс ерекшелігі ол өте сезімтал, чувствительный дейді ғой. Ондай ударларды көп қабылдамайды, керісінше алдау бұрады, жылдамдығы жақсы, серийный ударлар жақсы береді. Негізі мықтылармен тұрсаңыз тез өсесіз, өзіңізден жақсылармен тұрсаңыз ортада қалып қаласыз ғой. Мықты боламын десең мықтыны жеңу керек. Тамаша. Сәттілік. Қазір сіздерде спарринг болайын деп жатыр, кедергі болмайық. Ал енді қазір барлық боксшылар шаршы алаңға шықты. Бағана жеңіл салмақтағы боксшылардың спарринг көрген едік. Рингтің ішіндегі енді 63 келіден жоғары салмақтағы боксшылардың спаррингтегі жекпе-жегі болады. Бұл енді бөлек болуы мүмкін. Соққылардың дауысы. Бірге көрейікші. Енді мен канатта. Защищаюсь, но я отвечаю тоже. Встречаю. Не, нұрғыя канаттамын. А он атакует. Артта канат болыр, обязательно. Специально жер сүргін өткізген едік. Осымен бокстан Қазақстан ерлер құрамасының оқу жаттығу жиынына арналған біздің шығарылымыз тәмам. Алда былғар қолғап шеберлерін ұзақ сапарлармен дүбірлі додалар күтіп тұр. Ендеше байрақты бәсекелерде біздің жігіттерге сәттілік тілейміз. Жеңісті күндерде жүздескенше.